Бүгінгі күн біз үшін өте маңызды, ерекше және қасиетті. Өйткені еріксіз жер аударылған кезде, қиын кездерде түрлі ұлттарды өз құшағын жайып қарсы алған қазақ халқына және қазақ жерге алғыс білдіретін күні. Біз ата-бабаларымызға, елбасымызға, сізге, қазақ халқының жеріне, ата-анамызға үлкен рахмет айтамыз. Мен өзім қазақ тілі пәнінің мұғалімі ретінде өз оқушыларыма біздің еліміздің тарихын, салт дәстүрлерін, әдет ғұрыптарын мақтаныш етуге, қорғауға, сақтауға тәрбиелеймін. Және әсіресе осы мемлекеттік тілді толық меңгеруге барлық күшімді саламын. Біз осындай дамуға бет алып, осы керемет мемлекетте өмір сүріп, жүріп, өз отбасыларымызды асырап, өсіп, өніп жатқанымызға өте қуаныштымыз және мақтаныш етеміз. Сіздің осы біздің мемлекетімізде қойылған талаптар, мақсаттар, бағыттарымыз болса, біз әрдайым барлық күштерімізді, мүмкіндіктерімізді пайдаланып істеуге дайынбыз.